Saat 10-11'ler şamasında mına үйde turатын екі қарияны, яғни біреуі жасы 60-та, біреуі жасы 90-да, екі апаны түнде келіп, сол 60-тағы апаның өгей баласы на терезені сындырып, ұрып, даланың есігін құлтап, сыртқы есікті сөйтіп кетіп қалыпты. Қазір мен осы терезеден кіріп, апалардың жағдайын көремін. Паспорттарында апа ақшаны уайымдамаң. Паспортты кейін алдырарымыз құлыпты біз ба? Мына таяқпен әптен екі апаны ұрыпты осы таяқпен. Қалай ұялмайды, қалай қолы барды. Скорый келді. Скорый кірейін деп жатыр. Терезеден есікті ашамады. Маңыз. Есікті құлтап кілттап кетіп қалған. Әттен екі кемпірді ұрып кеткен әттен. Тонап кеткен бе не сонда? Тонамаған, тек ұрып кеткен. Жүрді ма? Өгей баласы. Абдырақ деген кісі. Абайлаңыздар, абайлаңыздар. Байғаңыздар, ойбай. Бақтияр тағама звондадым. Гүлжамал алды. Әжемді түсір жүріңші, апамды. Әжені сәл тартып жібердім. Бұнда насылкамен апармаса болмайды ау, апамды да. Жүрамайды, шамасы жоқ жүру. Онда апаларды апарып келіңіз. Басыма ұра берген, басым істемей жатыр. Әптен сотрясение барып бәріне түсіру керек қой. Таяқты түсіріп алдым. Түсіріп алдым таяқты. Иә, түсіріп алдым апам. Отырып тұрайын. Отырып тұрыңыз апа. Şirik de alacağım. Çelik